Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жай бөлшектерге амалдар қолдану. Балалар, егер де бұл тақырып сендерге қиындық түсіріп жүрсе, ендеше менің қазіргі сабағыма қатысуға шақырамын. Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз жай бөлшектерге амалдар қолдану. Бүгінгі тақырыбымыздың мақсаты біз жай бөлшектерді қосу және азайтуды үйренетін боламыз. Балалар, сендерге ең алдымен сұрақ: ең кіші ортақ еселік дегеніміз не? Алдымен жақсылап тұрып еске түсірейік. Еселік дегеніміз не? Және жай сандар дегеніміз қандай сандар? Ендеше еселік дегеніміз а натурал санның еселігі аға қалдықсыз бөлінетін сандар. Яғни а егер бізде 5 болатын болса, 5, 10, 15 сандары 5-ке қалдықсыз бөлінеді. Жарайсыңдар балалар, сендер өздеріңе бір мағлұмат алдыңдар. Ал келесі балалар, жай сан дегеніміз бірден үлкен, бірақ бірмен өзіне басқа сандарға бөлінбейтін бүтін он сан. Мысалы 2, 3, 5, 7 тағы сол сияқты. Ал ендеше тақырыпқа оралайық. Ең кіші орта еселікті табу. Қарапайым 2 мен 4-тің ең кіші орта еселігін тапсақ, 2 мен 4-ті көбейткіштерге жіктейміз. Екеуінде де кездесетін сан бізде 1, және екеуінде де кездесетін сан бізде 2. 2-нің біз көп кездесіп тұрған, яғни 2 рет кездесіп тұрған аламыз. Ал егер біз жауабымызды тексеретін болсақ, 4-ті 2-ге бөлсек те, 4-ті 4-ке бөлсек те қалдықсыз шығады. Демек біздің есебіміз дұрыс. Ал келесі 14 пен 28-дің ең кіші ортақ еселігін табайық. Алдымен көбейткіштерге жіктейміз. Екеуінде де 2 саны бар, және де біз 2 санның көбірек кездесіп тұрған аламыз. Екеуінде де 7 сан болғандықтан біз 7-ні аламыз. Демек барлығын бір-біріне көбейсек 28 саны шығады. Ал 28-ді 14-ке де 28-ге де бөлсек те қалдықсыз шығады. Ал келесі бізде жай бөлшектерді қосу. 5-тен 1 жай бөлшегіне 3-тен 2 жай бөлшегін қосуымыз қажет. Алдымен ортақ бөлімін табамыз. Ортақ бөлімін табу үшін бөлімдерінде тұрған 5 пен 3-тің ең кіші ортақ еселігін табуымыз қажет. Бізде 5-те 3-те жай сан болғандықтан біз ең кіші ортақ еселігін, яғни ортақ бөлімдерін тауып алдық. Енді бізге толықтауыш көбейткішті табу қажет. Ол үшін біз шыққан еселігімізді бөлімдерінде тұрған сандарға бөліп аламыз. Яғни бірінші жай бөлшектің бөлімі 5. 15-ті 5-ке бөлсе 3 болады. Демек бірінші жай бөлшегіміздің толықтауыш көбейткіші 3 болады. Біздің ортақ бөліміміз 15 болады. Ал келесі жай бөлшегіміздің бөлімі 3 болғандықтан біз еселігімізді 3-ке бөліп аламыз. Яғни біздің екінші жай бөлшегіміздің толықтауыш көбейткіші 5. Біз толықтауыш көбейткіштерін тауып алдық. Толықтауыш көбейткіштерін бөліміне де алымына да көбейтіп аламыз. Сонда бізде бірінші жай бөлшегімізден 15-тен 3 шығады, ал екінші жай бөлшегімізден 15-тен 10 шығады. Ортақ бөлімдерін біз келтіріп алғандықтан бөлімі 15 болады, ал алымдарын жеке қосып аламыз. 3-ке 10-ды қосатын болсақ 13 болады. Демек біздің қосындымыздың мәні 15-тен 13. Жарайсыңдар балалар, бастамаларың жаман емес. Сендер мұқият мен сабағымды тыңдап отырсыңдар ма? Жақсы, ендеше жалғастырамыз. Ал келесі 12-ден 11 жай бөлшегінен 18-ден 15 жай бөлшегін азайту қажет. Жай бөлшектерді азайту үшін бөлімінде тұрған 12 мен 18-дің ең кіші ортақ еселігін табу қажет. Ең кіші ортақ еселігін табу үшін 12 мен 18-ді көбейткіштерге жіктейміз. Ал ең кіші ортақ еселікті тапқанда бізде екеуінде де кездесетін 2 саны қайсында көбірек кездесіп тұр? 12 санында. Демек 12 санында тұрған 2 рет кездескен 2-ні аламыз. Ал 3 саны 18 санында 2 рет кездескендіктен көбірек кездесіп тұрған, яғни 2 рет кездескенін алып, бір-біріне көбейткен кезде бізде 36 шығады. Еселігін тауып алдық. Енді ортақ бөлімге келтіру үшін еселікті бөлімдерінде тұрған 12-ге және 18-ге бөліп аламыз. 12-ге бөлгенде 3 шығады, яғни бірінші жай бөлшегіміздің
толықтауыш көбейткіші 3 болады. 36-ны 18-ге бөлгенде 2 шығады. Демек, екінші жай бөлшегіміздің толықтауыш көбейткіші 2 болады. Толықтауыш көбейткіштерді алымына да, бөліміне де көбейтіп аламыз. Келесі толықтауыш көбейткіштерді алымына да, бөліміне де көбейтіп алғаннан кейін, бізде бірінші жай бөлшегімізден 36-тан 33 шығады, ал екінші жай бөлшегімізден 36-тан 10 шығады. Екеуінің бөлімдері бірдей болғандықтан, бөлімі өзі жазылады және алымдарын азайтамыз. Алымдарын азайтқанда 23 болады. Яғни бұл есептің жауабы 36-тан 23. Жарайсыңдар балалар, сендер бүгін жай бөлшекті қосу және азайтуды үйрендіңдер. Сонымен балалар, менің бүгінгі тақырыбым өз мәресіне жетті. Менің бүгінгі тақырыбым сендерге түсінікті болды ма? Сендерге де көп рахмет балалар. Осымен сау болыңдар.